Баршаңызға сәлем. Бүгін біз 50 жастан кейін тұтынуға болатын топ 5 пайдалы тағам туралы айтатын боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіздер. 50 жастан кейін не жесек пайдалырақ, егде жастағы адамдарға қандай тағамдар пайдалы? 50 жастан кейін тамақтану туралы не білеміз? Жалпы ұсыныстардың тізімі дұрыс тамақтанудың негізгі принциптеріне негізделген. Дегенмен 50-ден кейін тағамды дәл анықтау үшін денсаулықты тексеруге кеңес береміз. Шындығында 50 жастан кейін ерлер мен әйелдер белгілі бір денсаулық проблемаларын сезінуі мүмкін. Аурудың қандай да бір түрінің пайда болуына байланысты кеңестер айтарлықтай өзгереді. Кейбір жағдайларда диетологпен кеңесу қажет. Жас кезінде көптеген адамдар денсаулықты елемейді және тіпті тамақтану оған айтарлықтай әсер етеді деп ойламайды. Бірақ жас ұлғайған сайын біз не жейтінімізге, қалай және қашан жейтінімізге, оның ағзаға қалай әсер ететініне көбірек назар аударамыз. Неден бас тарту керектігін, рационға не қосу керектігін айтатын боламыз. 50 жастан кейін дұрыс тамақтануды ұйымдастыру үшін рационға өте пайдалы тағамдарды қосу керек. Мысалы, бірінші, көкөністер мен жемістер, қызанақ пен қызылша, әсіресе қан тамырларын реттеуге, калийге және бос радикалдардың әсерінен қорғайтын, теріні күтетін ликопендерге бай. Жасыл көкөністер, қырыққабат, ақжелкен, брокколи, кальций витаминінің негізгі көзі. Негізінен брокколи, гүлді қырыққабат және брюссель капустасы өте пайдалы. Брюссельде диеталық талшықтар, сондай-ақ В1, В2, В6 және С, К дәрумендерінің, антиоксиданттардың керемет мөлшері бар. Оны ішек жүргізу үшін де пайдалануға болады. Оның артынан талшықтар аз брокколи келеді. Кішкене порциядан жалпы апельсин сияқты С дәруменіне бай. Қырыққабат, темір, калий, мырыш, магний сияқты 4 В дәрумені бар. Бұл ішек тіндерінің өткізгіштігі жоғарылайтын бактерияларға қарсы жұмыс жасайды. Қырыққабат тәрізді көкөністер, соның ішінде брокколи мен брюссель капусталары денені токсиндерден тазартуға, жауапты рецепторларға әсер етеді. Соның арқасында ішек қабырғалары мен иммунитеттік жүйе күшейеді. Брокколи капустасы ол кейбір қатерлі ісіктердің, мысалы простата ауруының алдын алуды қамтамасыз етеді. Бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Екінші, сүт өнімдері. Йогурттар, айрандар, кальций жоғары сүзбе, бұл сүйектер мен тістердің негізгі құрылыс материалы. Дәнді дақылдар, негізгі талшықтардың көзі болып табылатын жарма және жидектер. Олардың құрамындағы антиоксиданттарға бай табиғи бояғыштардың арқасында ерекше жасартатын қасиетке ие. Олар дененің тез қартайып қалмауына ықпал етеді. Жидектердің ішінде көкжидек, таңқурай, мүкжидек қарақатты атап айтуға болады. Оны күніне 200 грамм жидек жеу арқылы қартаю процесін едәуір баяулатуға болады. Балық, майшабақ, лосось немесе тунец сияқты балықтарды аптасына кем дегенде 3 рет жеуге болады. Өйткені ода омега-3 қышқылына бай. Оны қабынуға қарсы қасиеттерге ие және терінің күйін жақсартады. Есте сақтау, көңіл күйді жағымды ұстайды. Аптасына 3 рет 140 грамм майлы балықтың бір бөлігін жеу ұсынылады. Жаңғақтар. Бадам немесе жаңғақ инфаркт пен инсульт қаупін 28%-ға дейін төмендетуге көмектеседі. Жаңғақтарда қажетті қанықпаған омега май қышқылдары, Е дәруменді көп. Бұл заттар денсаулыққа пайдалы ғана емес, қан тамырларын нығайтады, мидың белсенділігін жақсартады және иммунитетті арттырады. Сонымен қатар күшті жасартатын қасиетке ие. Жаңғақтарға ең пайдалы грек, пісте, балқарағай, фундук, каштан жаңғақтары жатады. Бірақ оларды көп пайдаланбаған жөн, күніне 40 граммнан артық жеуге болмайды. Осыларға қосымша ретінде зәйтүн майын қолдансаңыз болады. Зәйтүн майының құрамы бойынша өте қолайлы. Оның құрамында қанықпаған, оңай ыдырайтын майлар өте көп. Сондай-ақ оның құрамында терінің қаттылығы үшін А, Е, Д дәрумендері және рак клеткаларымен күресуде тиімді полифенолдар бар. Сонымен қатар зәйтүн майы миды қорғайды, жүрек қан тамырлары ауруларының қаупін болдырмайды. Ақ саңырауқұлақтар. Саңырауқұлақтардың екі негізгі қартаюға қарсы компоненті негізгі көзі болып табылады. Олар денені бос радикалдардан қорғайды және көптеген жылдар бойы жастықтың сақтауына ықпал етеді. Полифенолдардың көпшілігі ақ саңырауқұлақтар мен шампиньондарда кездеседі. Олар термиялық өңдеуден кейін де пайдалы қасиеттерін жоғалтпайды. Саңырауқұлақтарды рационға қосудың басты себебі олардың құрамында полиаминтер бар. Ол ұзақ өмір сүруге ықпал етеді. Жүрек қан тамырлары ауруларын қорғауға қабілетті. Авокадо. Авокадо жұмсағында талшықтар өте көп.
С, Е дәрумендері, сондай-ақ калий, фолий қышқылдарының көп мөлшері бар. Авокадода зәйтүн майындағыдай моноқанықпаған май қышқылдары, соның ішінде мидың жұмысын қолдайтын аллеин қышқылы бар. Авокадо құрамындағы май қышқылдар дененің табиғи майлы тосқауылын нығайтады, соның ішінде күн сәулесінің әсерінен қорғайды. 50 жастан асқан адамдарға диетадан нені алып тастау керек? Жалпы супермаркет сөрелерінде ұсынылған әрбір өнім дененің денсаулығына пайдалы емес. Зиян келтіру қаупін азайту үшін 50 жастан кейін қандай өнімдерден бас тартқан дұрыс екенін білу керек. Олар жартылай фабрикаттар. Олардың құрамында көптеген тұз, майлы және әртүрлі жасанды қоспалар болады. Шұжық және ысталған ет, кофе, қара шай. Дәрігерлердің мүмкіндігінше тазартылған су мен жасыл шай ішуге кеңес береді. Шырындар мен компоттар да пайдалы. Майлы ет. Майдың артық болуына байланысты қандағы холестерин деңгейі жоғарылайды. Артық салмақ пайда болады. Қант пен тәттілерден шектеу. Диетадағы тұз мөлшерін азайту керек, және де әсіресе қызыл етті тұтынуды азайту керек. 50 жастан асқан адамдардың өмірінің осы кезеңдерінде кейбір өзгерістерді есте ұстаған жөн, және де тағамдық көлемі жағынан аз, белгілі бір уақыт аралығында болуы керек. Рацион калориясын азайту маңызды болғанымен, қартайған сайын дәрумендер мен минералдарды тұтыну қажеттілігі едәуір артады. Тағамдық құндылығы жоғары тағамдарды таңдап тұтынған жөн, және де менің каналымда бірінші рет болсаңыз, менің каналым дамуына үлес қосып, лайк басып, коммент жазып қалдырып кетіңіз.